Сәлематсыздар ма, құрметті магистранттар? Бүгін сіздер еңбек технологиясы және кәсіпкерлік пәні бойынша білім алатын боласыздар. Бүгін бізде бірінші дәрістің тақырыбы көркем еңбек пәнін оқытудың теориясы мен технологиясы, педагогика ғылымының саласы ретінде қарастырылады. Енді бүгінгі сабағымызда сіздер осы пән бойынша Қазақстан Республикасының жалпы білім беру стандартына тоқталамыз. Білім беру стандартының функцияларын қарастырамыз. Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында көркем еңбек пәнін оқытудың теориясы мен технологиясына қарастырып, және зерттеушілікке тоқталып кетеміз. Сондықтан мұқият тыңдап отырыңыздар. Жалпы орта білім берудің негізгі міндеттеріне тоқталатын болсақ, рухани адамгершілік қасиеттерді, коммуникативтік, әлеуметтік, зерттеушілік дағдыларды және адамзаттық жалпы ұлттық құндылықтарға тоқталады екенбіз. Осы құндылықтар негізінде мәселелерді шешу, позитивті бағытталған сыни және шығармашылық ойлау мақсаттарын дамытуға тоқталып өтеміз. Және өмір бойы білім алуды жалғастыруда, оң уәжді қалыптастыруға, өмірде таным мен мансаптықпен өсу процесін реттеуге дайын болуға жәрдемдеседі екенбіз. Ары қарай қарастыратын болсақ, бүгінгі біздің тақырыбымызда мемлекеттік білім беру стандартына тоқталып, бұл жерде білім беруді дамытуды қамтамасыз ету жүйесіне мемлекеттік білім беру стандарты ол біздің білім беру заңында қарастырылған және көзделген. Заңнамаға сәйкес мемлекеттік білім беру стандарты білім берудің әрбір деңгейіне тоқталады екен, білім беру мазмұнына қойылатын жалпы талаптарды айқындайды екен. Енді мемлекеттік білім беру стандартына тоқталатын болсақ, ресми білім беру жүйесінің мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі негізгі құжат болып табылады. Негізгі жалпы білім беру мазмұнын нормативтік негізін қарастырады. Бұл жерде сағат санына тоқталып кетеді. Және іске асырылатын білім беру және оқу бағдарламасы бағалау жүйесіне, білім алушылардың оқу жетістіктерін қарастырып, соған бағалау жүйесіне толық тоқталып кетеді екен. Енді білім беру стандартының функцияларына келетін болсақ, бұл жерде ең бірінші жаңа бағалау деп айтып кеттік, яғни критериалды бағалау. Ол қазіргі білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында біз критериалды бағалау жүйесін қолданады екенбіз. Толыққанды білім алу құқығын қамтамасыз ету, білім беру кеңістігіне бірлігін сақтауды қарастырамыз, білім беруді гуманизациялау, білім беру басқармасына тоқталамыз, білім беру сапасын арттыру, әр оқушы берілген дайындық деңгейін жету үшін қамтамасыз етілетін білім берудің жалпы деңгейін арттыру үшін жұмыстар қарастырып, соған көзделеді екен. Ал енді келесі жұмысқа келетін болсақ, біз сіздерге сауал қояйық, яғни білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында көркем еңбек және кәсіпкерлік пәні бойынша оқу бағдарламасына өзгеріс енгізудің маңызы неде? Яғни қазіргі жаңартылған бағдарламаға сәйкес не үшін біз осы жағдайға келдік? Не үшін біз бұрынғы дәстүрлі бағдарламадан қазіргі жаңа бағдарламаға ауысып өзгерістер енгіздік? Осыған қазір сіздерге тағы да бір сауалдар қояйық. Әлем қалай өзгеруде қазіргі кезде? Және балалар осы 21 ғасырда табысты болу үшін нені оқыту керек, не білу керек екен? Оқытудың тиімді әдіс тәсілдері қандай? Яғни біз баланы ары ілгерілеу үшін біз бұл жерде әдіс тәсілдерді де қолданып отырамыз. Енді өздеріңіз білесіздер, біз осы уақытқа дейін бұрынғы өзіміздің білім алғанымыз дәстүрлі қазіргі кездегі біліммен айырмашылығы неде? Қандай дағдыларды көздейді екен? Осыға сауалға сіздер жауап беріп кетіңіздер, құрметті магистранттар. Ал онда рахмет сіздерге. Яғни білім берудің мақсаты қазіргі кезде сіздердің сауалдарыңызға толық тоқталдық, қарадық, рахмет. Білім берудің мақсатына тоқталатын болсақ,
кең ауқымды дағдылардың негізінде меңгерген оқушы тұлғасын үйлесімді қалыптасып, дамуына қолайлы білім ортасын құрады екенбіз. Яғни, кең ауқымды дағдыларды дамытамыз. Кең ауқымды дағдылар дегенге не жатады? Білімді функционалдықпен және шығармашылықпен қолдану, сыни тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмысын жүргізу, ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану, коммуникативті қарым-қатынас тәсілдерін, соның ішінде тілдік дағдыларды пайдалану және топта, ұжымда жеке жұмыс жасауды білу керек екен. Ең біріншіден. Ары қарай кететін болсақ, осы кездегі 21 ғасырда жаңағы сіздерге берілген сауал бойынша балалар не үшін қандай дағдылар қажет екен? Бұл жерде барлығына үлгеру үшін біздің балаларға базалық дағдылар, құзыреттілік дағдылары, мінез-құлық дағдылары керек екен. Яғни күнделікті міндеттерді шешуге көмектесетін, ол қарап жіберіңіздер, оқу және жаза білу, математикалық сауаттылық, қаржылық сауаттылық, АКТ сауаттылық, мәдени және азаматтық сауаттылық кіреді екен. Егер біз құзыреттіліктерге тоқталатын болсақ, бұл күрделі тапсырмаларды шешу керек. Яғни бұл жерде сыни ойлау, шығармашылық ойлау, ұжымда жұмыс жасай білу, қарым-қатынас дағдылары осы жерге кіріп отырады. Енді қоршаған мінез-құлық дағдыларына келсек, бұның өзі тәрбиелік мағынаға қарастырылады. Қоршаған ортасына өзгеруіне бейімделуіміз керек. Сондықтан қызығушылығы, бастамшылдығы, табандылығы, бейімделгіштігі және көшбасшылық және әлеуметтік дағдылар болу керек. Енді келесіге келетін болсақ, бізде табысты келешекке жету үшін 21 ғасырда адам бойында қажетті қабілеттер болу керек екен. Қабілеттер, қасиеттер болу керек. Сондықтан ең бірінші тоқталып кеткенде баланың бойында қарым-қатынас, яғни коммуникативті қабілеті болу керек. Шығармашылық қабілеті болу керек. Ақпаратпен жұмыс жасай білу дағдысы болу керек екен. Осы жерде мәселені қойып, жаңа өздеріңіз көргендей, өздеріне керекті күрделі тапсырмаларды, күрделі тапсырманы шеше білу қабілеті болу керек екен. Өзіндік дамуға бағытталу керек екен. Сыни тұрғысынан ойлау және осы кездегі әлеуметтік жауапкершілікке көз жүгіртеміз және соған тоқталамыз. Ал ары қарай келетін болса, жаңағы қандай әдіс тәсілдер осы жаңартылған бағдарламада қолданылады. Тиімді оқыту мен оқыту тәсілдеріне тоқталады. Бұл жерде тәсілдерге тоқталатын болсақ, белсенді оқыту әдіс тәсілдері. Белсенді оқыту әдіс тәсілдері бұл бала өздері жұмыс жасай, өз қателіктерін түзейді. Яғни бірлескен оқыту атына қарасаңыздар, бұл құрылымдалған топта жұмыс жасай білу. Яғни біз бірлесіп жетістікке жетеміз дегенге. Саралау тапсырмалары, яғни әр оқушының қажеттіліктерін қанағаттандыра отырып, әркімге өзіне лайықты тапсырма беру. Пәнаралық байланыс ол зерттеу жұмысында да жүреді. Яғни бұл жерде алған білімін ары қарай кеңейту. Оқушылардың қажеттіліктерін қалай қанағаттандырамыз? Яғни кері байланыс арқылы, яғни солардың олқылықтарын жою. Оқу әңгімелері кезінде ол жұптық жұмыс бере отырып, бір-біріне түсіндіріп, сол жұмыста бірге жұмыс істеп, бұл жерде де уәжі арттырады, яғни бұл мотивация және терең білім алатындай жағдайға түседі екен. Электронды оқытумен және технологияларды пайдалану бұл жерде АКТ құзыреттілігі артады, АКТ арқылы олар ізденіс жұмыстарын атқарады екен. Модельдеу дегенде бұл жерде күрделі тапсырма болса, оны бөлшектерге бөліп беруге, этаппен беруге болады. Яғни олар жеңілден күрделіге қарай жұмыс жасай біледі. Енді көркем еңбек пәні бойынша зерттеу қызметін ұйымдастыру және жүзеге асыруға тоқталайық. Бұл жерде өздеріңіз көріп отқандай, мұғалім мен оқушының ынтымақтастығы ең бірінші. Яғни осы жерде сіздер тақырыпты бересіздер, бұл жерде шығармашылық қабілеттері артады. Яғни үздіксіз білім беруге көшеді, яғни олар ізденіс жұмыстары көбірек жүреді. Оқушылардың кәсіби маңыздылық дағдыларын қалыптастырамыз. Бұл жерде оқушылардың өз пәні бойынша, ол көркем еңбек болсын, кәсіпкерлік болсын, сол бойынша жұмыстарын іздеп, табып, жұмыс жасауына мүмкіндік алады екен.
ары қарай кететін болсақ, көркем еңбек сабақтарында жобалық іс-әрекет шараларына тоқталатын болсақ, ол сыртқы және ішкі қорытынды болады екен. Бұл жерде көру, ойлау, түсіну, нақты тәжірибеде қолдану, оқушы үшін баға жетпес байлыққа айналады, яғни білім мен дағдыларды ұштастырады, құзыреттер мен құндылықтарды игереді екен. Кіріктірілген әлеуметтік зерттеуге түсетін болсақ, алғашқы дайындық, зерттеу дайындығы, зерттеу жүреді, іс-әрекетке көшу, байланысты орнату, прогресс, іріктеу зерттеуге дайындық кезінде. Енді осы бойынша қазір біз толығымен сіздер қаншалықты білгендеріңізді, осы сабақта сіздер қолдана отырып, нені білдіңіздер, нені білулеріңіз керек, осыған жауап беріңіздер, құрметті магистранттар. Яғни мен кері байланысы арқылы осы дәрістің нәтижесі қалай өткеніне толық сіздерге жауап беремін. Қиындық болған жағдайда хабарласыңыздар. Сау, сәлематты болыңыздар.